Қайырлы күн, оқырман. Сіздермен бірге сіз білесіз бе айдары. Бүгін орыс тілінен қазақ тіліне тікелей аударылған тіркестердің дұрыс нұсқасымен танысамыз. Чай с молоком. Сүтпен шай деп айтып жүрміз. Бұл қате, калька тіркес. Егер дүкеннен сүт пен шай алып келші жалғаулықшылау арқылы жасалса, онда дұрыс. Ал егер пенді көмектес септігінің жалғауы ретінде қолдансақ, сүтпен шай ішу деп айту қате. Дұрысы, сүт қатып шай ішу, сүт қосып шай ішу, сүтті шай ішу. Екінші тіркес текущий код, ағымдағы жылғы деп айтып жүрміз. Бұл тіркесте грамматикалық қате бар. Ғ жұрнағы орынсыз қайталанып тұр. Дұрысы, осы жылғы, немесе тағы да сол секілді тіркестер. Сөз бостандығы емес, дұрысы сөз еркіндігі. Терапевтік қызмет деп айтпаймыз, дұрысы терапиялық қызмет. Нотариалды куәландырылған деп айтуымыз қате, дұрысы нотариус куәландырған. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.